Қырмызы. Авторы Бейімбет Майлин. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Қырмызы ұзақты түнге түс көрумен болды. Бармаған жері, баспаған тауы, әлеметі жоқ. Әлсін-әлсін шошып оянғанда қара терге батып, тұла бойы дел-сал болып қалады. Ұзақты түнде шатасып ұйықтай алмады. Таң құла жиектеніп, саз беріп келе жатқанда көз ілікті. Әдемі түске кірді. Қыз-бозбала тегіс жиылған бір үй, жұрттың бәрі қуанышты. Қырмызы бір жерге тұрақтамай, қалың топқа көз жүгіртіп, әлдекімді іздеумен болды. Оны енді іздеме, іздегенмен саған жоқ, деді біреу. Қырмызының ашуы келіп, қалтырап кетті. Тоқтаусыз жүгіріп іздеді. Бір қара күңгірт жерде әлдене көзге елестегендей болды. Адам секілді, тұрған тұрысы, киімі таныс. Жақындап келіп еді, қамбар екен. Қарағым-ау, мен сені іздеп жүрмін ғой, дей бергенде, келме деп қол сілкіді. Қырмызы шошынып, өкпелеген тәрізді боп тұра қалды. Қамбар жымиды. Жүзіне нұр құйылып, бір түрлі сәуле шашқандай болды. Мен саған өкпеледім, мені ұмытып кеттің, дейді. Қырмызы бірдеңе айтайын деп еді, тілі тұтығып айта алмады. Екі көзі қамбарда. Қатты да қалды. Қырмызының ынтығып, сағынып тұрғанын білгендей, қамбар орнынан қозғалып, жақындағандай болды. Киген киімі қып-қызыл, көзге шағылысып, құбылып тұр. Құшағын жайды. Кел қалқам, дейді. Жас жүрегі алқынып, сүйген досының, көптен көрмеген қамбарының жылы құшағына кіріп, атыла бергенде, ау тұрсаңшы, күн түс болды ғой, деген шешесінің сөзіне Қырмызы оянып кетті. Жүрегі дүрсілдеп, алқынып, тұла бойы бусанып, терлеп қалған екен. Жан-жағын сипанды. Бірдеме іздеген адамша көрпесінің жастығының астына қарады. Жоқ, кенет ойына түсті, жылағысы келіп кетті. Манадан бері көргенінің бәрі түс екенін білді. Көптен бері сағынып, бір ауыз сөзіне ынтық болып жүрген қамбарының жылы құшағына кіргізбей, тәтті жерінде түсін бөлген шешесіне ішінен нәлет оқыды. Тұла бойы меңзең, тұрып киініп күлеңте мен шелегін алып суға жөнелді. Қырмызы суға жеткенше түсін ойлаумен болды. Қамбардың кеткеніне дәл бір жыл. Сағынған уақыттарында түсінде көретін, бірақ бүгінгі түсі бұрынғыға қарағанда өзгешерек. Жүрегі соғып, дүрсілдеп барады. Құдай-ай, жақсылық болғайда, дейді. Шелегін жерге қойып су ала берейін дегенде, әлденеден сескенгендей бұрылып артына қарады. Еш нәрсе де жоқ. Қалың тал, сең жырып тастаған қалың шұңқыр құм. Есіне бірдеме түскен адам тәрізденіп, қалың тоғайдың екі өзеннің екі арасындағы шұңқырға келді. Олай-бұлай қарады. Өткен күн есіне түсті. Еріксіз жылап жіберді. Былтыр нақ осы кез, онда да сәске кезінде суға келген. Шелегін жерге қойып, су ала бергенде, арт жағынан біреу келіп, Қырмызымысың деген. Жалт қараса қамбар. Мұздай киініп, қамшысы сүйретулі төніп тұр. Қырмызы өзін өзі ұстай алмай, еріксіз құшақтаған. Еркін сүйіп айрыларда қош деген қамбар, мен жол жүріп барамын. Елді казачий қаптап кетті. Мен отыра алар емеспін. Дос бар, дұшпан бар. Күні ертең большевик деп өлтіреді ғой. Елде жүріп текке өлгенше, ілгергі жақтағы жолдастарға қосылып, теңдегімді ала өлгім келеді. Ренжіме, Қырмызы жан. Күнім туса, келер жылы, нақ осы жерде, осы құм меже болсын. Бүгінгідей ойнап қосылармыз. Дүниенің қай бұрышында жүрсем де, сен ойымнан шықпайсың. Мен де ұмытпайын. Сен де ұмытпа деп сүйіп алған. Сол құмы осы еді. Қамбардан айырылғанына әзірге бір жыл.
Қамбар бүгін үйге келіп, суға келген Қырмызыны ұшыратуға іздеп жүрме деп, жас жүрек толқындалып, лоблып дәйек тұтып отыра алмастық дәрежеге келді. Құдай-ай, деді Қырмызы. Құдай-ай, жас жүректің тілегі қабыл дейтін еді. Бір тәуліктен бері зарлағаным жетерлік болып еді ғой. Сүйгенмен кездесіп, ойнап күлген адамның арманы бар ма екен? Қалың тоғайдың арасы сыбдырлап ашылып әлдекімге жол бергендей болды. Қырмызы шошыған да қуанған да тәрізденді. Сол мекен деп көңілін серіндірген секілденді. Болмады. Қамбар дегені көршілес жеңгесі Рақыш болып шықты. Қолында ұзын шыбық бұзау айдап жүр. Не қылып тұрсың, Еркежан, деді жақындап келіп. Апырмай, Құдайдың күнінің ызғырығы-ай, тоңдырып барады ғой, деді. Қырмызы мұны тәтті түсін бөлген шешесінен бетер жек көрді. Үндемей қалуды лайық көрмей, қыс болған соң суымай қайтушы еді, деді. Қайдағы қыс? Боқырау әлі біткен жоқ қой. Былтыр бұл уақытта кәдімгідей суық еді ғой, есіңде бар ма? Ауылға көп солдат келіп, әлгі Қамбарды қашатында. Я, дей салды Қырмызы. Сен естің бе, Еркежан? Айтпақшы, сол Қамбар былтыр соғысқа барып өліпті ғой. Қойшы, деді Қырмызы. Сұп-сұр болып кетті. Жас жүректен қайнап шыққан ыстық жас мөлт-мөлт етіп көзінің жанарына толып қалды. Өлген шығар, деді. Мөлдіреген жас бетін жуып кетті. Соңы